саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-те 19-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде мына теңдеуді шешу қажет. Теңдеуді шешпес бұрын мына жақшаны ашып аламыз. 4х квадрат деп қоямыз. Минус енді мынаның өзін ашамыз. Бізде 4х квадрат болады. Арасы азайтып қалған минус 2 еселенген 2-ні 2-ге өтеміз. 4х болады. Плюс 1 болады. Тең 15. Яғни аны а азайтып оның квадрат деген сөз. Енді барып жақшаны ашамыз. 4х квадрат минус 4х квадрат болады. Мына минус пен минус плюс 4х болады. И минус 1 тең 15. 4х квадрат пен 4х квадрат жойылады. 4х квадрат орында қалады. Минус 1 теңдіктің оң жағына плюс 1 болады. 16 болады. Сонда x деп отырғанымыз 16-ны 4-ке бөлсек 4 деген. Мынау бізде есептің шешімі болады. Екінші. 9х квадрат минус 1 тең 3х минус 2-ның квадраты дейді. Осы теңдеуді шешу қажет. Енді 9х квадрат минус 1 деп қойық. Мына жақша бойынша ашайық. 9х квадрат болады. 3-те 2 өтеміз 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12х болады, плюс 4 болады. 9х квадрат жойылады. 12х-ға плюс 12х болып өтеді. Мына минус 1 жаққа плюс 1 болып өтеді. Сонда 1-ді 4-ке бөлсек 5 болады. Х деп отырғанымыз 5 бөлінген 12 болады. Бұл екіншісі жауабы. Үшінші. 3х плюс 1-дің квадраты азайту 3х минус 1-дің квадраты 11х плюс 1/2. Енді ашайық. 9х квадрат болады, плюс 6х болады, плюс 1 болады. Минус қайтадан 9х квадрат болады, минус 6х плюс 1 болады. Тең 11х плюс 1/2. Ашамыз. 9х квадрат плюс 6х плюс 1 минус 9х квадрат болады, плюс 6х болады, минус 1 болады. Тең 11х плюс 1/2. Енді 9х квадрат пен 9х квадрат жойылады. Плюс 1 мен минус 1 жойылады. Мына екеуі қосылып 12х болады. Мына теңдіктің сол жағына минус 11х болады. Тең 1/2-ның өзі қалады. Сонда 12-ден 11 сақ х қалады. Х тең 1/2-ның өзі болып қалады екен. Бұл үшіншісі. Енді төртіншісін шығарамыз. 5-те 19-ның төртіншісі. Y қосу 5y плюс 2 жақшаның сыртында квадрат 25 2 плюс y жақшаның сыртында. Жоқ, y квадрат жақша жабылады екен. Енді мына y-дің өзінің орында тұрады. Мынаны ашамыз. 25y квадрат болады. Плюс 2-ге 5 өтсек 10 болады. 10-ге өтсек 20y болады. Плюс 2-ның квадраты бізде 4 болады. Тең 25-ге өтеміз 50 болады. Плюс 25y квадрат 25y квадрат болады. Мынамен мынау жойылады. Себебі бір жаққа өткізсек екеуді қарама қарсы болады. Мынау бізде 21y болады. 21y болады. Тең мынау теңдіктің сол жағына минус 4 болып өтеді. 50-ден 4-ті алсақ бізде 46 болады. Сонда мынау бізде y-тен 46-ны бөлеміз 21-ге. Сонда бөлмей қалады екен. Так, біз барлығын дұрыс істедік па? 46 бөлу 21 болады екен. Осы түрдегі бөлшек болып қалады. Енді дұрыс бір аралас бөлшек күйінше жазсаңдар да болады. 10-12-ге өтсең 20-ға дұрыс. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.